Қайырлы күн ателлицей сіздермен бірге мен Талап және Ерке. Спорт денсаулық кепілі демекші бүгін 5 қыркүйек күні лицей ұжымы мен оқушылары болып денсаулық күнін өткізіп жатырмыз. Бүгінгі спорт күні саған ұнап жатыр ма, қалай өтуде? Маған өте қатты ұнап жатыр. Басында кросспен бастаған едік, қазір футболдан жарыс болып жатыр. Бүгін мұғалімдермен ойнап, сол жеңіске жетіп, жайлап бірінші орынға тырысып жатыр енді. Бәрі жан-жақты ойнап, барлық жарыстарға қатысып, бүгін жарысқа 8 команда шығып жатыр. Ол дейтін IT тарихында болмаған шығар. Жаңа ғана арқан тартысқа қатыстыңыздар, ұтылдыңыздар ма, ұттыңыздар ма? Жеңуге, жеңіске жетуге не жетпей қалды сіздерге? Бізге бір дау жігіт. Мүмкін бір андай бірлік, достастық жетпей қалған шығар. Салмақ. Акешіңіз? Мен деген, сен неше шығысың? 12. Мен 2010 ғой мысалы. Бүгін сіз енді мұғалім ретінде оқушыларыңызбен бірге футбол ойнап жарысып жатырсыз. Қалай екен оқушылармен ойнаған, қызық па, әлде қиын ба? Қиын емес, негізі оңай болды. Бірақ білмеймін. Біздерде практика жоқ. Таңнан кеш жұмыста жүргесін, аздап қиындау. Бірақ жақсы болды, әдемі болды. Нешінші орын алайын деп жатсыздар? Бірінші орынға бұйырса, соңынан санағанда. Дәл қазір менің артымда лицей мұғалімдері мен 11 сынып оқушылары ортада ойын ойнап жарысып жатыр. Көріп отырғанымызда Гүлмира Ошақбаевна апайымыз белі ойынды ойнап жатыр. Ойын енді қызып жатыр менің ойымша. Достар, бізде өте тартысты ойын өтуде, арқан тартыстан. Әсерлеріңіз қалай? Күшті! Сәл-сәл кикілжін болады. Таңнан бастап флешмобтан, одан кейін ер балалар футбол ойнап жатыр, қыздар мына жерде ортада ойнап жатыр. Жалпы балалардың көңіл-күйі өте жақсы. Байқағаным, біз мектептің мұғалімдері оқушылармен бірге ортада ойнады. Сіз де ойнадыңыз, иә? Ол оқушылармен ойнаған қандай сезім береді екен? Қиындық туындады ма? Жоқ, өзіміз сияқты. Біз де бала кезімізде осы ойындарды ойнағанбыз. Өте жақсы өтті. Жарысқа қатысқан қызықты. Нешінші орын алайын деп жатсыздар? Бірінші орынға үміткерміз әзірше. Сәттілік. Жалпы денсаулық күнін жыл сайын өткізудің пайдасы неде деп ойлайсыз? Бұның мақсатын жыл сайын өткізіп келе жатыр. Балаларды денсаулығын нығайту мақсатында, осы спортпен айналысуға қызықтыру мақсатында, табиғатпен дос болсын деген мақсатта өткіземіз жыл сайын. Биыл қай сыныптың дайындығы ерекше болды деп ойлайсыз? Барлық сыныпты бөліп айтамын, барлық сынып жақсы деп ойлаймыз. Қатысулар жақсы, белсенді қатысуда. Бірақ ең жақсы деген ішінде бар шығар? Ең жақсы бөліп айтамайым ішінде. Бәрі бірдей, жақсы қатысып жатыр. Сенсінің айтсын деп тұрып. Сіз қай жарыстарды ұйымдастырасыз? Эстафеталық ойындарды ұйымдастырдым. 3 команда қатысты, жалпы 7-ші сынып 1 команда, 8-ші сынып 2 команда қатысты, жалпы 3 команда қатысты. Бүгінгі матчта сіздердің ең қатты, мықты қарсыластарыңыз кім болды негізі? Менің ойымша 9-шы А сыныбы және Алпамыс Болатов. Менің ойымша Сағын Күндіздағы командасы. Менің ойымша сол командалар жақсы болды.